Адам баласы жақсы зерттеген және өз аяғымен жүріп өткен аспан денесі Ай. Бүгінгі шығарылымымызда осы нысан жайлы біз біле бермейтін қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Жер серігінің қалыптасуы. Ай шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын жер ғаламшарынан кейін пайда болған. Оның пайда болуы туралы көптеген теориялар бар. Соның ішінде ең мақұлданғаны мынау. Жер пайда болғаннан кейін көп ұзамай Марс көлемдес нысан жермен соқтығысып, нәтижесінде пайда болған сынықтар мен өзге де бөліктер ғарыш кеңістігіне лақтырылады. Жердің тартылыс күшіне байланысты тастар ашық кеңістікке тарап кете алмаған. Нәтижесінде олар үйінді болып бірігіп Айды құраған дейдіміз. Айға алғашқы сапар. Айға жеткен ең алғашқы ғарыш кемесі Луна-1 деп аталатын кеңестік ғарыш нысаны болған. Алайда олар Айға қонбай тек 5995 км қашықтығында жер серігін жанап өтіп, күн орбитасына кері қайтқан. Ал ең бірінші болып Айға аяқ тіреген американдық астронавт Нил Армстронг болды. Ол НАСА даярлаған Аполлон бағдарламасы бойынша 1969 жылы 21 шілдеде Айға бастаған сапарын сәтті аяқтаған. Нил Армстронг Америкада және әлемде Айдың бетімен жүріп өткен алғашқы адам. Бір қызығы, Нил Армстронг Юрий Гагариннің құрметіне оның медальдарының бірін Айда қалдырған. Ай жер орбитасынан біртіндеп ығысуда. Ай біздің ғаламшар жүйесінен біртіндеп алыстап барады, бірақ ол аз жылдамдықпен, яғни жылына небәрі 38 мм қозғалады. Зерттеушілер 1,5 миллиард жыл бұрын жердегі тәулік шамамен 18 сағатқа созылды деп есептейді. Ол кезде Ай жерге қазіргіден 44 000 км жақын болған. Астрофизиктердің пікірінше, қашықтықтың артуы планетаның өз ісінде айналуына, сонымен бірге климат пен күннің ұзақтығына әсер етеді. Тағы бірнеше миллиард жылдан кейін Айдың орбитасы шамамен 2 есеге артып, күн 870 сағатқа созылады. Алайда уақыт өте келе, олар бір-бірінен алыстауды тоқтатып, жер серігі қайтадан жерге қарай жылжи бастайды дейді мамандар. Ай болмаса жер бетіндегі теңіз өмірі жойылып кетеді. Жер серігі жойылып кетсе, үлкен көлемдегі жаһандық апаттар болмауы мүмкін. Десе де оның салдары жердегі тіршілікке айтарлықтай әсер етеді. Мәселен, Айдың фазалары толқындарға әсер ететіндіктен көптеген су спорттары тоқтап қалады. Сонымен қатар, осы толқындардың қозғалуы тікелей әсер ететін теңіз денелері жойылып кетеді. Жер серігі болмаса, күн мен Айдың тұтылуы да болмайды. Тектоникалық тақталар жылжып, жер сілкінісі мен жанартау атқылауын тудырады. Ал ең бастысы, планета климаты бұрынғыдай болмайды. Айда естілген жұмбақ әуен. Аполлон 10 ғарышкерлері Айдың қараңғы бөлігін шарлау барысында кемеде түсініксіз ғарыш әуенін естігендерін мәлімдеген. 1969 жылы Аполлон 10-ның Айға сапары кезінде НАСАның 3 американдық астронавты өздерінің радиоларынан жұмбақ бірақ айқын берілген дыбысты естіген. Әуен естілген уақытта ғарышкерлердің жермен байланысы болмаған. Олар тек ғарыш кеңістігінде қозғалған. Дыбыс әртүрлі қарқында шамамен 1 сағат бойы берілген. Бір қызығы, Аполлон 11 миссиясының астронавты Майк Коллинс те осындай дыбыстарды естіген. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Look at your... Yeah, it sounds like, outer space type music. Hey, Tom, is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? Right? Жұмбақ әуеннің қайдан шыққаны әлі күнге дейін беймәлім, ал ғалымдар оның магнит өрісінің немесе атмосфераның әсерінен болуы мүмкін деп болжаған. Алайда мұндағы мәселе Айдың магнит өрісі жоқ, және оның атмосфера күші мұндай дыбыстарды шығаруға қауқарсыз. Қалай ойлайсыз, бұл ненің дыбысы болуы мүмкін? Видеоның астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Әрі лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.